Ассалаумағалейкум достар, қазіргі таңда тек Америка құрама штаттарында жауынгерлік саны 10 мыңнан асып, ал бүкіл әлем бойынша 300 мыңға дейін жететін Мара Сальватруччи атты банданың ықпалы күннен күнге өсуде. Әрине әлемдегі ең қатал, үлкен әрі тез қарқынмен өсіп келе жатқан көше бандасының өз заңдары мен дәстүрлері де бар. Бүгін Q-Life арнасы сіздерді MS-13 немесе Мара Сальватруччи бандасының сұмдық дәстүрлерімен таныстыратын болады. Әлемдегі ең қауіпті топтардың бірі Мара Сальватруччи 1980 жылы ақш-қа жаппай көшіп Калифорнияға қоныс аударған сальвадорлық мигранттармен құрылған. MS-13 атауы осыған сәйкес келеді. Мара Сальватруччи және сальвадорлық құмырсқалар қозғалады дегенді білдіреді. 13 санының мағынасына қатысты екі нұсқа бар. Немесе ол банданың бесігіне айналған Лос-Анджелестегі екінші көше, немесе латын әліпбиіндегі М әрпінің позициясы Мексиканың есірткі картельдерімен байланысын көрсетеді. Өйткені Синалоа картелі MS-13-тің басты одақтасы, әлемдегі ескі және ең үлкен есірткі картелі. Мара Сальватруччи қылмыстық бизнестің көптеген түрлерімен айналысады. Оның ішінде есірткі, қару және адам саудасы, тонаулар, рэкет, тапсырыспен адам өлтіру, құн алу үшін адам ұрлау және де тағы да басқалары. Содан банданың жылдық табысы 30 миллион доллардан асады. Банданың тарихы мен олардың сұмдықтары өте ұзақ болып келеді. Сондықтан бүгінгі тақырыбымызға оралайық. Банда мүшесін сатқан өледі. Америкадағы ең қорқынышты банданың басты принципі өзара көмек. Осы топтың мүшелері өз әріптестеріне көмекке келуге күндіз-түні кез келген уақытта дайын. Егер MS-13-тен біреу ауыр жағдайда болып, оған топтағы басқа біреу көмектеспесе немесе өз досын тастаса, онда оны міндетті түрде өлім күтеді. Жастарды бандаға қосу. Кез келген топта жастардың көптен болуы оның дамуына үлкен әсерін тигізеді. Сондықтан Мара Сальватруччиның қатысушылары жастарды тарту үшін әртүрлі жалдау түрлерін пайдаланады. Қорқыту, шошыту, ақшамен қызықтырудан бөлек, олар күндізгі уақытта сабақты ұйымдастырып, студенттер мен оқушыларға сабақ өткізіп, мектептің орнын өздеріне алып, балалар жастайынан тәрбиелейді екен. Бандаға қабылдау. MS-13 толық мүшесі болу үшін адам екі кезеңнен өтуі керек. Алдыңғы мәліметтен түсінгендей, бұл топқа жастайынан кіре беруге болады. Нақтырақ айтсақ, 7-8 жастан бастап. Топқа кірудің бірінші кезеңі 13 секундтық ұрып соғуды шыдау. Әрине жеңіл болып естіледі. Бірақ бұл кезеңнен өте алмай, өліп кеткен адамдар өте көп. Екінші және соңғы кезең ол қарсылас бандадағы адамды аяусыз өлтіру. Бандадағы әйелдер. Бұл қылмыстық топқа көбінесе ер адамдар кіргенімен, ол жерде қыздар да аз емес. Тіпті бандаға кіруге арман етіп жүрген нәзік жандылар өте көп деп айтсақ та болады. Бірақ оларды топқа кіргізу үшін 13 секунд тұрмайды. Мара Сальватруччиға кіру үшін қыздар кемінде банданың 15 мүшелерімен жыныстық қатыста болып шығуы керек. Мәліметтерге сәйкес топтың 20% қыздардан тұрады. Топқа сенімді болып, белсенділік таныту. Бандаға кірген соң адамдар оған адал болып, әрдайым өзін белсенді таныту керек екен. Мысалы, топтың әр мүшесі үнемі түрлі қылмыстарға қатысуы тиіс. Жаңадан бастағандар кісі өлтіру, зорлау, ұрлықпен айналысса, бұрыннан келе жатқандар есірткі сатумен байланысты аса маңызды мәселелер шешеді. Шайтанға сену. Мара Сальватруччи шайтанға ашық түрде ғибадат етеді. Бригада мүшелері қараңғы күштерге қолдау көрсету үшін, алғыс айту үшін түрлі рәсімдерді өткізеді. Тіпті кейбір құрбандарын арнайы ібіліске арнап өлтіреді. Өздерінің тілі. Американың ең қорқынышты бандасында қараңғылықты басу деп аталатын өздерінің ымдау тілі бар екен. MS-13-тің негізгі белгісі М әрпіне ұқсас, бірақ теріс көрсетілетін саусақтардың ешкі тәрізді белгісі. Олар бұл таңбаға ерекше көңіл бөледі. Топтың мүшелерінде өздерінің сөздері де бар. Мысалы, жақсылықпен қауышу сөзі өлтіру керек дегенді білдіреді, ал жасыл жарыққа бағыттау деген сөз адамға тапсырыс беруді білдіреді. Басқа адамдардың арасында олар ацтектердің өлген тілінде сөйлесуге тырысады. Қатыгездік. Банда тобы ұзақ уақыт бойы еш себепсіз кісі өлтіруде көшбасшысы болды. Бұл ең қатал ұйым мәртебесін сақтау үшін қажет. Олар көшеде кетіп бара жатқан жас баланы немесе қабатты әйелді өлтіре салып, ол жайында еш өкінбейді. Ең қорқыныштысы, бұл қатыгездік тек топ арасында емес, тіпті топқа кірмейтін адамдардың арасында да тарала бастады. Себебі қатаң ортада, қатаң болмасаң өзің құрбанға айналасың.
жаппай татуировкалар. Бастапқыда бұл қылмыстық ұйымның мүшелері өз денесін татуировкамен толығымен жауып, адам туралы барлық ақпаратты оқитын. Оның өмір баяны, сипаты, иерархиядағы орны, жасаған қылмыстары мен бандадағы өмірі мен барлық жетістіктері татуировка арқылы білінетін. Сонымен қатар бандадағы әрбір бұрыннан келе жатқан адамның бетінде татуировкасы болуы тиіс. Өмірін толықтай бандаға арнау. Егер адам бандаға қосылса, онда ол оның мүшесі болып мәңгіге атанады. Банданың айтуы бойынша, МС-13-те барлық жолдар тек 3 жерге апарады: түрме, аурухана және зират. Сондықтан адам қылмыстық өмірін тоқтатқысы келетін болса, онда оны өлім күтеді. Әрине, бұл қылмыстық топтың сұмдықтары осымен шектеле қоймайды. Оның көптеген жылдары бойы қатыгездікке ұшталған тұстары өте көп. Бірақ біз бүгін оның ең қорқынышты да үрейлі жақтарымен таныстырдық. Видеомызға өз бағасын лайк немесе дизлайк арқылы беруге ұмытпаңыздар. Ал ең үздік пікірлерді біз келесі видеоға шығарып қоямыз. Сондықтан өз ойларыңызды пікірге қалдырып кетіңіз. Әрине, арнамызға тіркеліп QLife атты банданың мүшесіне айналып кетсеңіздер қарсылық білдірмеймін. Қуанышта жүздескенше сау болыңыздар.